Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін сіздермен бірге оңай әрі қолжетімді заттардан тұратын карамельді шапталы пирогын бәлішін жасайтын боламыз. Бізге керегі 2 дана жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Сарысында ағында үстіне 50 грамм қантымызды салып, жақсылап қанты ерігенше араластырып аламыз. Міне қантымыз еріп шықты. Үстіне 2 қасық үлкен қасықпен қаймағымызды саламыз. 50 грамм үстіне сүтімізді құйып аламыз. 50 грамм сұйық майымызды да құйып аламыз. Ал енді тағы да араластырып аламыз. Жүз 50 грамм ұнның үстіне 1 қасық қопсытқышымызды салып араластырамыз. Ал енді ұнымызды ақырын салып араластырып отырамыз. Міне дәл осылай араластырып қою болу керек, қатты сұйық та болмау керек. Міне тағы да мен араластырдым ұнымызды. Осылай ақырындап араластырып, дайын болғанша ұнымызды салып араластырып отыратын боламыз. Ал міне дайын болды. Енді бізге керегі 4 дана шапталы. Шапталымыздың ішіндегі дәнегін алып тастаймыз. Шапталы, қараөрік, алма, груша салсаңыздар да болады. Менің каналымда алмадан жасалғаны бар бұл пирогтың. Менің каналымнан неше түрлі рецептерді көрулеріңізге болады. Менің каналымнан қандай рецепттер көргілеріңіз келеді? Комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқып, кері байланыс жасайтын боламын. Міне шапталымызды дәл осындай етіп турап аламыз. Шапталыны турап алдық. Енді пирогты жасайтын қалпымызға кішкене сармайымызды саламыз. Міне 50-60 грамм қантымызды салып отқа қойып, мына карамель жасап алатын боламыз. Қантымыздың барлығы еріп кету керек. Міне ақырындап араластырып тұрамыз осылай. Тез еріп кетеді қантымыз, өйткені табамыз өте жұқа. Ал міне дайын болайын деп жатыр. Дәл осылай барлығы еріп кету керек қантымыз. Қоңыр түске енгеннен кейін ол дайын болды деген сөз. Міне дайын болып қалды. Ал міне дайын болды, барлығы еріп бітті. Міне дәл осындай болу керек. Міне біздікі дайын. Ал енді оның үстіне жаңағы турап алған шапталыларымызды әдемілеп теріп шығатын боламыз. Карамеліміз ыстық. Қазір ғана оттан алдық. Дәл осылай қойып шығасыздар.
Mine al mine koyup şıktık. Endi üstüne 30 gram sarmayımızı däl oslay turap salamız. Endi üstüne jağı dayındap algan pirogumuzun testasını kuyup alamız. Barlığın kuyup aldık. 180 graduska kızıp turgan peşimizge 30-35 minutga pişirip alatın bolamız. Tezak pişedi. Öte oňay, kol jötünde zatlardan turatın. Video jasap görüňizler. Öte dämde bolady. Asygys konak kelgende tezak daýym bolatyn. Ädemi äri sände pirog ýerekçe dämedi. Duxovkaga endi koyatın bolamız. Mine pirogumuz pişip şykdy. Mine däl oslay pişip şygady. Endi mine awdaryp alatyn bolamız. Mine awdarganda däl mine betinde şaňagy koygan şaptallarymız ädemi bolup şygady. Öte jumsak, esinen de aýta almaýym. Dämi keremet. Video jasap görüňizler. Karameldi, şaptallı, bäliş. Menmen birge videonun soňuna deýin garagandaryňyz üçin rahmet. Barşaňyzga has bolsun. Meniň kanalyma tirkelmegen bolsaňyzlar, tirkelip kommentariy bölümine öz pikirleriňizdi kaldyryňyzlar.